Сәлем досым, сен туған күн неге өткізетінімізді білесің ба? Әрине, енді оның жауабын табып көрейік. Бүгін менің туған күнім. Мен 4-ке толдым. Туған күнің менен, туған күнің менен. Алақай, мен 4-ке толдым. Иә, тілегіңді айта ғой балам. Тілегімді айттым. Сен білесің ба, әке-шешең саған туған күнге сыйлық дайындады. Ашып көрсем бола ма? Әрине болады, ашып көре ғой. Қалақай, мен ең жақсы көретін Эльза ханшайымның көйлегі. Рахмет әке-шеше, мен қазір оны киіп алайын. Ауыстырдым, әке, қараңыз, қандай әдемі. Бұл көйлекті өте жақсы көремін. Туған күн өткізген қандай керемет. Күнде туған күн өткізгім келеді. Әй балам-ай, білесің ба, туған күнді күнде өткізбейміз. Не үшін? Мен неге күнде туған күн өткізе алмаймын? Өйткені әрбір адамның дүниеге келген күні ол туған күні болып саналады. Әр жылда бір-ақ күн ғана туған күнің болады. Бір жылдан кейін, яғни 12 ай өтеді, күз кеп, қыс өтіп, жаз кеп, көктем келіп, туған күніңе келеміз. Ой, қандай ұзақ еді. Сен білесің ба, уақыт өте тез өтеді. Мінекей, сенің 4 жасыңды тойлап жатырмыз. Қарасаңшы, сен 4 жыл бұрынғы дәл осы күні дүниеге келдің. Иә, ол күні анашың қатты шаршады, қиналды. Сондықтан туған күн ол сенің дүниеге келгеніңді ескертуі. Және анашыңның шаршағаны сені дүниеге алып келген ең ерекше күні. Рахмет анашым. Туған күн тек қана менің туған күнім емес, сіздің де еңбегіңіз екен ғой. Иә, балам. Бірақ сен білесің бе, ежелде туған күнді ол үшін өткізбеген. Бір ежелдегі ертегі бар. Болғандай, ежелде өте ерте заманда еуропалық адамдар туған күн өткізетін адамның жанында бір жаман айдаһар жүретінін айтқан. Адамдар бұл құбыжықты жіберіп қою үшін бәрі жиналып ап, амал табады. Бұл құбыжық ең қорқатыны көңілді атмосфера екен. Сондықтан туған күн иесін осындай құбыжық жемеу үшін достары соған туған күн өткізіп көп сыйлық беретін бопты. Қатты қуанған дауыстан құбыжық қашып, енді қайтып келмейтін бопты. Құбыжық қашып кетті ма? Онда туған күн өткізген дұрыс екен. Иә, барлық адамдар туған күн өткізе бастады. Ал адамдар қалай туған күн өткізеді екен? Әрине, әр жерде, әлемде, әр ел бар, әрбіреуінің өзінің ерекшелігі бар. Мысал ретінде, Дәмайдағы адамдар болса, туған күні таңертең балапанның төсегінің басына сыйлық қойып қояды. Бала ойнап салып қатты қуанатын болады. Ал Аргентинада баланың құлағын тартады. Қаншаға келдің, сонша тартады. Ал Мексикада балалардың көзін жауып қойып, тәтті қорапты шағады, ішінен кәмпиттер шығады. Израильда болса, әдемі шөп пен көркем гүлдермен сәндеген орындықтың үстіне баланы отырғызып, қаншаға толды, сонша рет көтереді. Әрине, ең соңғы рет оған сәттілік тілейді. Ал Қытайда болса, балалардың туған күнде тек қана торт жемейді. Сонымен қатар, ішінде жұмыртқасы бар кеспе жейді. Бұрынғы заманда бұл кеспенің мағынасы өте ұзақ жаса деген мағынаны білдіреді. Яғни, бір штук кеспенің өзінің ұзындығына байланысты жасыңның ұзақтығын тілеген. Сондықтан
Бұрынғыдай бір штук кеспе емес, қарапайым кеспе жеу ғана білдіреді жастың ұзақтығын. Иә, мен білдім. Туған күн дегеніміз ол анашымның мен дүниеге әкелген күні. Анашыма рахмет. Және де әрбір елде әртүрлі туған күн өткізетінін де білдім. Жарайды, онда тортымызды жейік. Қандай қызықты күн болды.